100% барлық істерімді сотқа жеткізген жоқпын. Сотқа дейін жеткен жаңағыдай істер, мен сізге айтайын, өте аз, жоқтың қатарында. Бүгінгі күнге дейін біз кәсіби журналистермен сұхбаттасып, олардың сотқа кеткен материалдарына талдау жасадық. Ал бүгінгі кейіпкеріміз заңгер Арман Шәріп. Ол бірнеше жылдан бері құқық қорғау қызметімен айналысып келеді. Арман мырзамен сұхбатта біз Қазақстан Республикасының Конституциясына сай құқықтық көмек көрсету механизмдерін, заң алдындағы журналистің орнын тілге тиек етеміз. Журналист материалы үшін сотқа тартылған жағдайда заңгердің араласуы қай уақытта басталады? Журналистерге келетін болсақ, журналистке қатысты бізде Қазақстан Республикамызда тікелей заңдарымыз көзделген. Сол заң бойынша, заңда көзделген баптар бойынша әрине барлық жаңағыдай егер құқық бұзушылық тәртіптері қаралатын болса, ол сараланып, құқықтық баға беріліп, ары қаратай сол заңмен ары қарай қудаланады дейді. Енді іс материалы бастаған кезінде әрине әрбір заңгер немесе адвокат бұл іске қай кезден басталады деп сұрағыңызға, ол міндетті түрде жаңағыдай келісім шартқа отырған кезден бастап, әрбір мысалы адвокат дейді ғой, қорғаушы қазақшасы, ол әрбір істі алған кезінде міндетті түрде келісім шартқа отырады, яғни жаңағыдай құқық көмегін көрсету туралы. Сөйтіп сол келісім шартқа отырғаннан кейін барып, сол келісім шартта барлық жаңағыдай талаптар көзделеді. Сол талаптар бойынша керекті сұрақтарына жауаптарын беріп, ары қаратай сол келісім шартта көзделген барлық құқықтар мен міндеттермен жалғастырып, ары қаратай әйтеуір логикалық шешіміне жетеді. Өз тәжірибеңізде журналистке қатысты нақты қандай істермен айналыстыңыз? Енді былай айтқан кезінде 20 жылдан астам тәжірибем бар да, сол аралықта әрине көптеген азаматтарымыз маған жүгінген болатын, көмегімді берген болатын. Соның арасында енді аты жөнін айтпай қояйын, белгілі сондай журналистердің бірі, ол осыдан бір жарты жыл бұрын ба, бір сондай бір ыңғайсыз, келеңсіз бір жағдайға ұшыраған болатын. Сөйтіп сол кісі маған звондап, көмегім жаңағыдай керек болып тұрғаннан кейін барлық мән-жайларын естіп, әрине өзімнің қол ұшымды көмек беруге дайын болдым. Сол кезде бір жаңағыдай бірден ол жерде әкімшілік құқық бұзушылық жаңағыдай белгілері болғандықтан біз арыз беріп тиісті органдарға, бұл енді арыздарды көбінесе ішкі істер басқармасының қызметкерлері құзырында болады. Сол қызметкерлерге біз арызданып, ары қаратай арыз бойынша тергеу амалдарын жүргізген болатынбыз. Енді әрбір жаңағыдай іске сотқа жеткізбеу амалдары да болады. Ол жаңағыдай медиациялық келісімшарт дейді ғой, яғни татуласу. Сол кезде екінші тарап, яғни біз арызданушы болса, ол жауапкер болатын болса, сол жауапкер жаңағыдай сотқа жетпеудің амалын іздеп, бізге шығып, сол татуласу жаңағыдай келісім шартын ұсынған болатын. Сөйтіп барлық талаптарымызды қойып, ол кісі біздің талаптарымызды орындап, сөйтіп біз татуласқан болатынбыз. Сотқа дейін жеткен жаңағыдай істер, мен сізге айтайын, өте аз, жоқтың қатарында. Көбінесе сотқа жетпей, немесе тергеу жаңағыдай ісі қозғалмай жатып, татуласу келісім шартына отырып татуласады. Сіздің тәжірибеңізде сотқа кеткен істердің ішінде журналист тарапынан заң бұзушылық болған жағдайлар кездесті ме? Көбінесе мен мынау өзім окружающий жаңа таныстарым, мысалы көп журналистер бар ғой, олар бірден маған хабарласқан кезінде осындай жағдай болып жатыр деп хабарласады. Мен оларға әрине шешу жолдарын көрсетіп, егер сол журналистке қатысты бір құқық бұзушылық жаңағыдай мән-жайларды байқайтын болсам, әрине оны сотқа жеткізбеудің амалдарын көрсетем, жолдарын көрсетем, шешу жолдарын көрсетем. Сондықтан да ешбір жаңағыдай журналистке қатысты бір сол журналисттен бір құқық бұзушылық бір әрекеті болатын болса, мен сотқа жеткізбеймін. Жеткізбедім осы күнге дейін. Мен енді қалай айтсам болады, 100% барлық істерімді сотқа жеткізген жоқпын. Қоғамда бақ өкілдерін сотқа тарту жиілеп кеткендей, бұл қоғамдық мәдениет пе әлде қысым ба? Оған негізі әсері, көптеген әсері де бар ғой енді.
ол біріншіден қоршаған ортада болуы мүмкін, істің күрделілігіне байланысты болуы мүмкін. Қаншалықты мысалы журналистер сол өзіне көзделген заңдардың аясында жұмыс істеді ма, жоқ шеңберінен тыс кетті ма, енді ол жағын тек қана сол істі қарап, мен нақтылап, зерттегеннен кейін барып өзімнің құқықтық бағамды бере аламын. Ал былай сырттарынан мен жаңағыдай біреуді жаңағыдай бір сондай іс-әрекет жасаған үшін ол тікелей журналист кінәлі деп ешқашан айтпаймын. Неге десеңіз, әрбір кез келген азаматымыз соттың шешімінсіз ол қанша күдікті болса да кінәлі деп ешқашан айтуға болмайды. Ол конституциялық құқықтың бұзушылықтың бір түрі болып есептелінеді. Сондықтан да соттың шешімінсіз бұл тікелей журналист болсын, кез келген азамат болсын, кінәлі деп айтуға болмайды. Енді қазіргі таңда мысалы өкінішке орай, мысалы мынау журналистке қатысты заңымыз әзірше бір жеңіл түрде берілген. Оларды күшейту керек. Мысалы мынау шетелдегідей журналистерге қанша құзыретін берген. Олар мысалы әрбір істі тергей алады, тексереді, зерделейді, сараптама тағайындалады. Кәдімгідей мынау ішкі істер басқармасының жаңағыдай құзырлы қызметкерлері ұқсап, соның арасында тергеушілер болады, анықтаушылар болады. Сол сияқты шетел жерлерімізде журналистер сондай құзыреті берілген. Өкінішке орай біздің елімізде әзірше ондай жоқ. Бірақ енді осыны заңға енгізу керек. Оны конституциялық сотқа дейін жаңағыдай журналистер сұрақ мен көтермеді деп айта алмаймын, көтерген шығар. Бірақ дегенімен бұл заңды мен қолдаймын, қоштаймын. Мүмкіншілік болып жатса ары қаратай жаңағыдай заңдастыратындай қолымнан келгенше көмегін беруге мен әрдайым дайынмын. Ақпарат тарату журналистің міндеті, ал оны заң шеңберінде қорғау қоғам алдындағы жауапкершілік. Бүгінгі сұхбаттан түсінгеніміз, заң журналистке шектеу емес, қорғаушы қалқан болады. Арман Шәріптің тәжірибесі көрсеткендей, әр журналист құқықтық сауатты болып, заңды білсе, өз сөзінің салмағын да, еркіндігін де сақтай алады. Себебі әділет әрдайым дәлел мен шындықты талап етеді.